Бәріңе сәлем достар. Бүгін мен сіздерге 2014 жылы шыққан мелодрама фильміне шолу жасайтын боламыз. Фильмнің аты «Виноваты звезды». Я влюблен в тебя. Танысыңыздар, бұл Хейзел. 13 жасында ауруханаға түсіп, рак диагнозы қойылды. Оған көптеген процедуралардан, химиотерапиялардан өтуге тура келді. Бірақ уақыт өте олар көмектесуді тоқтатты. Дәрігерлер үмітін үзе бастағанда бір тәжірибелік препаратты табылды. Осының арқасында Хейзел аман қалды. Қыздың анасы оны депрессияға ұшырады деп ойлайды. Өйткені Хейзел тамақ ішпейді, көшеге шықпайды, тіпті біртүрлі кітап оқиды. Корольдік ауру деп аталады. Психолог қызға қолдау тобына баруға кеңес береді. Ол анасын ренжітіп алмас үшін ақыр соңында барды. Бұл іс-шара Исаның жүрегі деп аталды. Оны Патрик есімді ер адам басқаруда. Ол ұрық безінің қатерлі ісігімен ауырады. Бірақ әлі күнге дейін үмітін үзбеуде. Гитарамен ән айтады. Әр адам өзінің ауруы туралы айтты. Бірақ Хейзелға мұнда келген ұнамады. Ол тек мұнда анасы үшін келген. Келесі кездесуде қыз Агастуспен танысады. Бала сырқатына байланысты досы Айзекті қолдау көрсетуге келген болды. Оның бір көзі алынған, екіншісін жақын арада алады. Бірақ Агастуста да мәселелер бар. Жақында ол аяғынан айырылды. Ал егер ампутация болмағанда жігіт тіпті өліп кетуі мүмкін еді. Және ол жарқын өмір сүргісі келетінін, артынан із қалдырмай кеткісі келмейтінін, бәрінен бұрын адамдардың ойында қалмайтынын қорқатынын айтты. Хейзел бұл қорқынышты балалық деп санады. Ол бір күні бәріміз өлеміз, сені тек жақын адамдар ғана есіне алады. Бірақ басқа ешкім емес деді. Кездесуден кейін Хейзел анасын кіреберісте күтті. Айзек қызын құшақтап тұрғанын байқады. Бірақ оның бақылауын Агастус үзді. Ол қызға әңгімелесуді ұсынады. Хейзел неліктен бұл жындылар әрдайым деген сөзді үнемі қайталайды деп сұрады. Сонда Агастус, бұл олардың ерекшелігі. Осылайша олар мәңгілік махаббатқа ант береді дейді. Агастус Хейзелді кинотеатрға шақырды. Қыздың жүрегі қазірдің өзінде жіби бастады. Бірақ жігіт шылымын шығарып қызды қатты ызаландырды. Қыз оған сенің өзіңде жақында қатерлік ісік болды. Тағы біреуін қалап жүрсің бе деді. Агастус, бұл метафора. Бұл қызды тыныштандырды. Сосын олар оның үйіне кетті. Жігіттің бөлмесінде жеңістерден алған түрлі марапаттар болды. Ол бұрынғы спортшы, бірақ бір аяғымен ұзақ ойнай алмады. Сондықтан спортты тастауға тура келді. Жігіт Хейзелден хоббиі туралы сұрады. Қыз кітап оқығанды жақсы көретінін, сүйікті кітаптың аты «Царский недуг» екенін және оның ішінде Питер Ван Хутен қатерлі ісікке шалдыққан қыздың ауыр өмір туралы жазғанын айтты. Агастусқа бұл мүмкіндігінше пессимистикалық деп қызға өзінің кітабын ұсынды. Ол кітап көңілдірек болды. Қыз Агастустың кітабын оқыды. Анасы бұған өте қуанышты. Өйткені оның қызы ақыры бақытты бола бастады. Кешкі ас кезінде Хейзелге жігіттен хабарлама келді. Ол қыз үшін «Царский недугты» оқып кітаптың жарты жолда үзілгеніне ашуланды. Қыз сыртқа шығып, екеуі телефонмен хабарласты. Арт жақта Айзектің айқайы естілді. Бойжеткен не болғанын білуге бел буып, Агастустың үйіне келеді. Сөйтсе Моника Айзекті тастап кеткен болып шықты. Ол жігіттің көзсіз қалғанын қабылдай алмады. Боль хочет, чтобы ее чувствовали. Агастус, достым саған бірдеңе сындыру керек деп, өзінің кубогын берді. Бірақ Айзек ойынан қайтып қалып, ашуын жастыққа көрсетті. Үйге оралғанда екеуі тағы хабарласты. Жігіт Ван Хутеннан хабар алғанын айтты. Таңертең ол кітаптың жалғасы туралы, дәлірек айтқанда оның жоқтығы туралы айтты. Ер адам мұның мүлде мағынасы жоқ деп ойлады. Бұл фактіге ашуланған бойжеткен хатты өзі жіберуге шешім қабылдады. Онда қыз өзінің сүйікті кейіпкерлері туралы, олармен не болатынын және қатерлі ісікке шалдыққан қыздың аман қалуын сұрады. Сөйтіп екеуі телефонмен шын жүректен сөйлесті. Олар тіпті Айзек пен Моника секілді өздеріне жаңа сөз ойлап тапты. Таңертең қыз Ван Хутеннан хат алды. Алайда оған жауап бере алмады. Өйткені ол интернетке ақпарат таратылып кетеді деп қорыққан еді. Сонда да Ван Хутен қызды Амстердамға шақырды. Бұл Ван Хутеннің тұратын жері. Хейзел баруға соншалықты ынта білдіргенімен, жабдықты тасымалдау үшін тым қымбат соқты. Бұл жағдайда Агастус көмектесті. Ол қатерлі ісікке шалдыққан балаларға көмектесу тілегін қолданды және қыз үшін жазушымен кездесу ұйымдастыруды өтінді. Қыз сондай бақытты еді. Сапарға аз уақыт қалғанда Хейзел талып қалды. Осыған байланысты дәрігерлер оған Амстердамға баруға тыйым салған. Ата-анасы қызын қолдауға тырысқанымен, Хейзел үшін бұл жүрекке ауыр соққы. Ол артқа шегініп, тіпті Агастуспен байланысын тоқтатты. Қыз өзінің ауыр халін жігітке көрсеткісі келмеді. Ал жігіт бәрі өзімнің қолымда деп жауап берді. Мен сенімен бірге болғым келеді.
қалған мәселелер мені қызықтырмайды. Бірақ Хейзел дос болып қалуды жөн көрді. Таңертең қыз Ван Хутеннің көмекшісімен хабарласып алып, мән-жайды анасынан сұрайды. Сапар міндетті түрде жүзеге асады. Мен дәрігерлермен келістім. Біз әлі де Амстердамға барамыз, бірақ 3 күн ғана деп анасы қуанышты жаңалықпен бөлісті. Хейзел бұны дереу Агастусқа жеткізді. Ол лимузинмен келіп, оны анасымен бірге әуежайға алып кетті. Агастус ұшуға қорықты, себебі бұл оның алғашқы рейсі еді. Ол әдеттегідей аузына темекі салып отырған, бірақ стюардесса бұған қарсылық көрсетті. Бір жақсысы Хейзел жол бойы қасында қолдау көрсетті. Амстердам оларды жақсы ауа райымен қарсы алды. Анасы Хейзелге кешкі асқа әдемі көйлек берді. Қос ғашық мейрамханаға келді. Ал олар әдемі болғаны сонша, оларға ең қымбат шампан, сонымен қатар кешкі ас тегін берілді. Бұл күні Агастус өз сезімін мойындады. Я влюблен в тебя. Ты слышишь? Я влюблен в тебя. Я знаю, что любовь — это крик в пустоту, забвение неизбежно. Все наши усилия обратятся в прах. Но я влюблен в тебя. Хейзел мұны естігісі келді, бірақ оның жүрегін жаралаудан қорықты. Келесі күні екі ғашық жазушының үйіне барып, мейірімді үй көмекшісін кездестірді. Бірақ Салах Ван Хутен қонақтарға риза болға қойған жоқ. Ол өз кітабының кейіпкеріндей киінгендерін ұнатпады. Ол тіпті сөйлескісі келмеді. Оның орнына виски ішіп адамдарды мазақ қылды. Бұл Хейзелдің ызасына тиді. Ол еденге шынını лақтырып, үйінен шығып кетті. Оларды үй көмекшісі қуып жетті де, ер адамның қылығы үшін кешірім сұрап, көрмеге баруды ұсынды. Екеуі қуана-қуана ұсынысты қабыл алды. Әдемі көрініске жетіп, қыз ақыры Агастусты сүйді. Кейін қыздың анасымен таңғы ас ішіп, серуендеуге шықты. Агастустың көңілі болмады. Бір қызығы ол қатерлі ісігінің қайта оралғанын мойындады. Я сделал томографию. Екі ғашық қайта оралғанда жігіт химия терапияны бастады. Ал Хейзел мен Айзек оны қолдады. Айзек тіпті әзілдеп, Хейзел Агастусқа қоштасу сөзін жаздың ба деп сұрады. Сосын оларға бұрынғы әдеттеріне басып, жұмыртқаларды бұрынғы Айзектің қызының көлігіне толтырып шағып кетті. Түнде қыз газдың қоңырауынан оянды. Қыз оған дереу көмектесуге кетті. Бұл кезде ол жанармай құю бекетінде темекі сатып алғалы тұрған. Инфекциядан жігіт қатты ауру халге түсті. Ол жедел жәрдем шақырмауды өтінді, бірақ Хейзел мұны істеді. Ауруханада газдың анасы оның өлейін деп жатқанын және оның аз өмірі қалғанын айтты. Қыз жігітті саябаққа апарып, не ойлайсың деп сұрады. Мен баяғыдай ұмытылудан қорқамын. Өлген соң мені ешкім есіне алмайтыны жанымды қынжылтады, деп жауап береді. Хейзел ең болмағанда мен сені мәңгі есте сақтаймын, деп жауап қайтарды. Агастус Хейзелді Иисустың жүрегіне шақырды. Жаназасының мүлтіксіз өткенін қалаған ол, Айзекке досының өлімін өткізу қиынға соқса да, екі жұптың көңілін көтеру үшін әзіл қалжың сөздерін тоқтатпады. Бірақ Хейзел жылайтындай қоштасу сөздерін жеткізген еді. Нулем и миллионом, чтобы у Агастуса было больше дней, чем он прожил. Ол газбен қалай кездескенін, қалай күлгенін, қалай бірге көңілді уақыт өткізгенін, және бұл кез келген жүректі ауыртатынын жеткізді. Сосын жігіт 8 күннен кейін өмірден өтті. Жерлеуге Питер Ван Хутеннің өзі де келген. Ол қызға хат беріп, оның сүйікті кейіпкерлерімен не болғанын сол жерде жазғанын айтады. Бірақ Хейзел хатты алмай лақтырып жіберді. Біраз уақыттан кейін бұл жазбаны тіпті Ван Хутен емес, газдың жазғаны белгілі болды. Онда Агастус Ван Хутеннің Хейзелді мадақта сөзін қалдыруды өтінген. Бірақ бәрі керісінше болды. Бірінші болып жігіт өлді. Это надгробное слово для Хейзел. Я люблю ее. Боже, как я люблю ее. Айналаңыздағы жақындарыңызды бағалаңыздар. Біз көбінесе жақын адамдардың бір сәтте болмай қалуы туралы ойланбаймыз. Анаңызға қоңырау шалыңыз, оны қатты жақсы көретініңізді жеткізіңіз. Досыңызға оның керемет жігіт екенін айтыңыз. Уақыт өте жылдам болғандықтан, кейде маңызды сөздерді айтуға тым кеш болуы мүмкін. Фильмнің соңы.